Хей, барлықтарыңа сәлем, бұл мен Хадвен. Бүгін мен тағы да жаңа форматта видео шығардым. Яғни, мен бұл видеода ютубты жаңадан бастаған мына ютуберге, яғни оның видеосына разбор жасаймын. Қазір мен сіздерге осы видеодағы автор жіберген қателіктерді айтып, оның қалай түзеуді айтамын. Және бұл ешқандай авторды жамандау мақсатында жасалмайды. Мен тек өз ойымды және ютубтағы алдыңғы каналдардан алған тәжірибемен бөлісемін. Ал онда мен өз видеомды бастаймын. Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін Неон. Бүгінгі видеода біз Bedwars ойнайтын боламыз. Біз видеомызға кеттік. Бүгінгі видеода Bedwars ойнаймыз. Бұл жерде қандай қателік болуы мүмкін? Барлығы жап-жақсы ғой деп айтуларыңыз мүмкін сіздер. Бірақ та бұл жерде әрине қателік бар. Мен қазір сіздерге бұл қандай қателік екенін айтамын. Және де бұл қандай қателік? Бұл әрине дауыста дұрыс сөйлемеу. Яғни сіз мысалға видеоны бастаған кезде сіздер мысалға жай бүйтіп бүгін мен сондай осындай видео түсіремін, сосын бүйтемін, сосын сөйтемін, видеомызға кеттік деп айтқам. Достар, ешкім ұнамайды. Сіз осындай қазіргі популярный ютуберді көрдіңіз бе, ютуб сөйлейтін? Жоқ. Барлығының өздерінің атмосферасы бар, барлығының өздерінің стилі бар. Олар сол арқылы өздерінің стилі арқылы солай популярный болған. Яғни бұнда бірінші, яғни бір ошибкасы бұл жерде дауыс дұрыс сөйлемеу. Яғни позитивный сөйлеу керек. Андай жай бүйтіп көңілге жоқ сияқты сөйлемеу керек. Позитивный жақсы болып сөйлеу керек. Сол кезде оның дауысын жақсы шыққан кезде сенің адамдар саған көп ұнайды, сонда соған көбі тіркеледі. Яғни өзіңнің бір атмосфераң болу керек сөйлегенде. Bedwars дегенде ол сіздердің IP порты описаниеде болады. Бүгін біз Bedwars ойнаймыз, немесе Skywars. Bedwars ойнайық бүгін. Статистикам осындай, мен победа жоқ, играла ойнамағам әлі. Win rate деп тұр, ол да 0% болып тұр. Сол үшін кеттік. Бүгін біз дуо немесе отряд ойнаймыз. Отрядта адам көп, сол үшін отрядқа кіру керек пайды. Солода адам жоқ. Соло ойнайсам, солода адам жоқ, сол үшін отрядқа кеттік. Отряд нақты 4x деп тұрған. Соған кіреміз. Соған кіреміз. И бірінші таңдаймыз, өткен біріншісі оңай. Сол үшін бірінші таңдайтын боламыз. Ожидание бірінші таңдаймыз. Классик мод, Hatter Health. Достар, бұл жерде қателік менің алдыңғы видеомдағы екінші қателік сияқты. Яғни көп сөйлеу және көп уақыт мылжыңдап сөйлеп отыру. Яғни ондай керек емес, достар. Көп созбау керек. Яғни жаңа ғана достар көріп отырған шығарсыздар, ол көп уақыт бойы мына жерде бүйтеміз, сосын бүйтеміз, содан кейін қазір Bedwarsқа кіреміз. Bedwars'та мынандай классик мод болады, ол мынаған кіреміз, одан бүйтсек деген. Ол достар, ол өте ұзақ сөйлеу адамдарға ұнамайды. Мысалы қазір сіздер жаңа көріп отырған кезде іштеріңіз перемотка жасап жібердіңіздер ме? Іштеріңіз пысып кеткен шығар оны көрген. Яғни ондай болмау керек. Сіз яғни сразу ең басын бастайсыз, одан кейін сразу Bedwarsқа кірген кезден бастап түсіру керек. Сол кезде ғана адамдар яғни бастап экшн сразу бастаған кезде адамдар қызық бола бастайды. Ал яғни сіз мынаны бәрін айтып отырған кезде адамға қызықсыз болып, ол іші пысып кетеді, видеоңыз шығып кете салуы мүмкін. Сондықтан да сіз осы қателікті жібермеуіңіз керек деп ойлаймын. Адамдар жиналсын сәл. И 24 секундтан кейін басталады қазір. Бұл жерде автордың тағы бір қателігі, өзінің дауысы яғни өте ақырын шығып тұр, ал музыканың дауысы өте қатты шығып тұр. Яғни тіпті сен мүлдем ана жаңағы автордың дауысын ести алмайсың. Мысалға, сен егер де ешкім дауысын естімей, только музыкаға қойып қойса, мысалға енді ондайлар болады әрине. Бірақ та сен өзің сөйлеп отырған кезде, бірдеңе айтып жатқан кезде дауысың естілмей, оның орнына музыка естіліп тұрса, ол адамдарға ұнамайды. Сондықтан да менің ойымша авторға беретін кеңесім, сен яғни біраз өзің дауысыңды қаттырақ шығар, немесе музыканың дауысын біраз бәсеңдет. Сонда сенің видеоң өте әдемі болып шығады, және дауысың да жақсы естілетін болады. Нет, бронза бір бәле, короче. Бронза деймін, сондай дейді. Сондай түседі. Не ап жаға салдым, бір жерде түсті.
Бұл жерлерде де, яғни видеоның жалпы соңына дейін жаңағы мен екінші айтқан қателігім өте көп қайта қайталанады. Біздің кровать сындырып тастамау керек бұл. Мен ой 2 қыл жанып кетті. Осыдыра 2 деген мықты болады. Мен ұрамай жатырмын мен. Жоқ, ол кетіп қалды. Кетіп қалды ол. Шлемді 2 алып жүріп. Үстімізге аламыз. Все. Қазір үстімізге аламыз, сосын кетті. Анада ұсып қайын еттім, мен примерно бардым егер болды бөлттім. Так что болмақ керек. Бұл жерде қателік бірнеше моменттермен берілген видеодан. Яғни автор өзінің видеосына өте қызық емес жерлерді қойғанда, яғни бізге өте қызық жерлерін ғана қою керек. Мысалы, экшен болып жатқан, мысалы, төбелесіп жатқан сондай жерлерін қою керек. Егер де ондай нәрсе жоқ болса, ондай нәрсе жерлерін өшіріп тастау керек та, тек қана сондай жерлерін ғана қою керек. Әйтпесе адамның іші пысып кетеді. Мысалы, жаңағы сіздер көргендерде ішерін пысып кеткен шығар. Дәл солай, яғни адамның ішін пысымау үшін экшен қосу керек, экшен болатын жерлерді қою керек. Яғни мынандай іш пыстыратын, сөйлеп отыратын, жай отыратын жерлерін ешқандай қоспау керек. Шын, давайте арнаға тіркеліп лайк басыңдар. Келесі видеоны ертең немесе ары күні шығаратын болам. Мен болғанмен Неон, давайте достар, арнаға тіркеліп. Иә достар, бұл менің өте көптен күткен нәрсе. Яғни өте жағымсыз подпискаға байт жасау. Және де плюс өте жаман видеоны аяқтау. Яғни достар, бұл адам видеоны аяқтаған кезде, достар, қалай подпискаға байт жасады. Мысалға, ол қазір уақытта ешқандай өзінің себебін түсіндірген жоқ. Мысалға, сендер неге подписка етулерің керек? Неге сендер тіркелулерің керек? Только айтқан жоқ, просто бүйтіп айтты. Достар, анаға тіркеліңдер, лайк басыңдар. В общем, лайк басыңдар, давайте деді. Яғни бұл өте жаман байт жасау подпискаға және де видеоны аяқтау. Яғни подпискаға байт жасау деген қалай? Егер де сіз мысалға дұрыс байт жасамасаңыз, яғни мысалға, достар, арнаға тіркеліңдер және лайк басыңдар десеңіздер, ол өте жаман байт. Яғни сіз егер дұрыс байт жасамасаңыз, өте, яғни сіздің видеоларыңыз қызықсыз болады. Және де, яғни байт жасау деген, мысалға сіз дұрыс байт жасау деген, сіз өзіңіздің видеоңызды былай айтуыңыз мүмкін. Достар, менің арнама тіркеліңдер. Сонда сендер менің арнамда күнде шығатын мынандай видеоларды көре аласыңдар. Және де сендер одан өздерің керек затты таба аласыңдар. Және де менің видеома лайк басыңдар, егер видеом қатты сендерге ұнап жатса деп айту керек. Ал жай ғана осылай айта салған ешқандай себепсіз ол болмайды. Яғни ол адамдарға түсініксіз болады. Яғни ол сізге неге подписаться етем деп сұрақ қоймаса, яғни сізге неге подписаться ету керек, ол сізге подписаться ету керек. Егер де тіркелу керек сізге. Егер де ешқандай себебі болмаса тіркелуге. Сондықтан да сіз ең бірінші ойлайтын нәрсеңіз, сіздің яғни барлық ютуберлерге айтарым, ең басында видеоның өзіңе яғни байт жасауға, дұрыс жасау байтты. Онда достар, бүгін менде осымен видео аяқталды. Әрине достар, өздерінің егер видео ұнап жатса лайктарını басыңдар, тіркелгілерің келсе, әрине тіркеліңдер. Осындай видеоларды әрине көргілерің келсе. Осымен біздің видео аяқталды. Барлықтарыңызға соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Және де сау болыңыздар.